Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айна. Оқу мақсаттары: эксперимент арқылы түсу және шағылу бұрыштарының тәуелділігін анықтау, айналық және шашыранды шағылудың мысалдарын келтіру және түсіндіру, жазық айнада дененің кескінін алу және оны сипаттау. Шағылу заңдары: түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Сәуленің түсу бұрышы шағылу бұрышына тең, альфа тең бета. Түсу бұрышы түскен сәулемен екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш. Шағылу бұрышы шағылған сәулемен екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш. Жарықтың шағылу заңдарының көмегімен жазық айнада кескіннің пайда болуын түсіндіру. Жазық айна тегіс өңделген және шағылдыратын қабатпен жабылған. Қисықтық радиусы шексіздікке ұмтылатын жазық бетті айтады. Нүктенің жазық айнадағы кескін орнын табу. Ол үшін нүктеден айна бетіне кез келген бұрышпен екі сәуле түсіреміз. Сол сәулелер өздерінің түсу бұрыштарымен шағылып, олардың түйіскен жерінде нүктенің бейнесі пайда болады. Жазық айнаның формуласы: D тең минус F. Жазық айна заттың жалған кескінін береді. Сондықтан формулада айнадан кескінге дейін қашықтықтың алдында теріс таңбасы тұрады. Дененің жазық айнадағы кескінінің орнын табу. Ол үшін дененің төбесінен айна бетіне кез келген бұрышпен екі сәуле түсіреміз. Сол сәулелер өздерінің түсу бұрыштарымен шағылып, олардың түйіскен жерінде дененің төбесінің бейнесі пайда болады. Ол арқылы денеге симметриялы қылып салуға болады. Жазық айнада пайда болған кескіннің сипаттамасы: шын, өлшемдері бірдей, жалған, оң мен солды ауыстырады, тура, яғни төңкерілмеген. Жазық айнадағы нәрсе кескінінің ерекшеліктері: кескін жалған, тура, өлшемдері нәрсенің өлшеміне тең. Нәрсе айна алдында қандай қашықтықта тұрса, кескін айнаның ар жағында сондай аралықта орналасады. Арасы тік бұрыш болатын екі айнадан пайда болған үш кескінді көруге болады. Перископ жазық айнаның шағылдыру қасиетіне негізделіп жасалған құрылғы. Бұл құралды әскерде және өмірдің көптеген салаларында қолданады. Калейдоскоп бірнеше жазық айналардың өзара әртүрлі бұрышпен орналаса отырып, бірдеңенің бейнесін көрсететін құрылғы. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды сіз үйде 38-ші параграфын оқып, сөйлеп қоясыз.